барлықтарыңа сәлем, қалдарың қалай? Короче, осы видеода біз Бүгінгі влог біз уже Бешташтың стадионына келдік. Воу, мәссә. Все, вот до конца көрінер енді. Қазір Димаш шыққан кезде қалай болатынын білмеймін, мәссә. Вот, комментке жазыңдар. Мына видеоны нормально просмотр шығар деген ойдамын. Осы заттарды істейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңдар. Где-то 1 минут, 2 минут көріп шығып кетпеңдер. Потому что мына блог мен үшін ерекше болайын деп тұр. Бір жағынан блог салмағаным өте көп уақыт болды. И бүгін біз Димаш Құдайбергеннің концертіне барамыз. Қазір мен Измир деген қаладамын. Біздің автобус таңғы сағат 5-те жүреді примерно. И біз түскі сағат 1-лерде уже Стамбулда болатын боламыз. И дальше Стамбулды қыдырамыз. Анау мен Стамбулға бармағаныма где-то 8 айдай болды. Мен прям Стамбулды сағынып отырмын, Стамбулдың вайбын. И вот до конца көріңдер видеоны. Просто до конца көріңдер, и ұнаса тіркелесіңдер потом. Вот. Бастаймыз енді кеттік. Бетімді жуып ала салу керек пе, ұйқымды қимай тұрғандай. Вот, короче, осындай жолдың жартысына келдік. Бізде 2 сағат ұйықтадым. Солш. Вот, короче. Это, да, точно, это? Басқа жауап екен ғой, блин. Вот, короче. Вот, короче, Стамбулдамыз, блин. Вот, таксим, мынау мен былтыр 1 жыл бұрын осы жерде тұрған, вот. Мен где-то ана жақта тұрған. Мына мешітті білетін, осы жаққа кіретін, короче. Қазір көреміз, мен район прям 5 саусағымды білем. И балаларды қазір қыдыртайын деп жатырмын, көрсетейін деп жатырмын. Сигнал yapabilir miyiz? Sinyal yapabiliriz, sessiz çıkalım. Olur mu? Olmaz mı abi? Tamam. Ема, адам прям дофига, да? Вот, короче, осылай. Қуанып тұрмын бір жағынан, мына таксиме келмейлі, қай заман таксиме вайбы бөлек қойды. Бірақ жаз шыққаннан кейін ба уже адам дофига болып жатыр. Сол үшін жүрміз енді. Қазір осы Галата таксимді қыдырамыз, тамақ ішеміз. Галата Тауэр, и потом уже Галата портқа барамыз, жақын болғаннан кейін. И кешкі сағат примерно 9-да қайтып Димаштың концертіне барамыз. Сол уақытқа дейін үзбей көріңдер. Да. Мына кітапхана іші әдемі, вообще әдемі. Просто кітап алмайсың, бірақ кіріп шығасың да өтірік. Бля, менде де сол. Вот, таксимді уже жатқа білеміз. Ана күндіз келіп тұрған енді. Кешке келсең, вообще басқа адам не қылады. Жын, жыбын, ішкен, алқаш, қыздар, клубқа шақыратындар бәрі қаптап кетеді, короче. Осындай қызық жер, типа, басқа енді керемет бір заты жоқ. Просто өтесің былай. Сыртқа шығатын болсаң, типа, сол ақшаға бір хуйня болған. Қазір дауыс шығып отыр ма? Да. Мама, привет. Біз дабл чикен аламыз. Брат, Сұхбат алып шықсың, давай. қайттан сұхбат алайын ба? Конго. Ну, короче, заказ береміз, білмеймін. Вот покажи, Бургер Кинг аламыз примерно 185. Қазақстанның бағасымен салыстырғанда все равно фигня ғой, по идее. Где-то 2 раза дешевле, типа. Ну, давай закажем. Шай, Биг Кингтан kaç? 3 tane alabilir miyiz? Evet. Farklı ödeyeceğiz ama. O zaman bana 1 tane olsun. Big King'den. 85 lira. Evet. Kaç dakikada hazır olur? Yaklaşık 6 dakika. Tamam. Вот заказ бердік, короче, заказ kesin жейміз, кетеміз, короче, все. Tamam. Все. А? Білмейміз. Біздің тамақ дайын болды, десе, что үстіне кел, үстіне боламыз. 3-те ма, 2-де ма, 3-ке шығайық па? Все, 3-ке шығамыз онда. Бір атын шақыршы, атым қалды. Ағзап. Атын кім? Жадыра, Қайрат. Кет 3-ке шығайық бәріміз. Короче, мен армиян бастап 3-ке шығайын деп жатырмын. Вот, короче. Первый слой, второй слой. Ну, не сияқты шейк. Болмайды, жей алмаймын мен.
сухо сияқты бір жетпей тұрған сияқты бірдеңе. Мен бұған аламда үшінші слой жасап жүрмін. Вот. Теперь уже более нормально болады. Бисмилля. Да. Тема. Баялаған жүрегімді қалайша Текстін білмейсің. Айтып кеттік. Алдырым менің, кете бардың амалым жоқ қала бердім. Жүрегімде сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердім. Жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным. Кеттік па? Керегі жоқ, керегі жоқ. Ой, бак, шуна бак. Вот это вид прям, Галатасарай. Әдемі, да? Вот так вот. Осындай керемет вид болып жатыр. Мына жақта алдында тамақ ішіп жатыр. Ана жерде Нұсрет бар. Ремонт болып жатыр ма? Не болып жатыр мына жақта? Басыңа құласам ба, Назыр? Да, мы в фильме будем сниматься. Фильме будем сниматься. Сонда не істейміз? Не істеу керек? Не істеу керек? Каз былай болып тұр. Бұл өзіміздің кадрге де мына мысалы Қарагөз хан мына жерде сөйлесіп тұршы екеуі. Сөйлесіп тұра бер. Сендер мына жақтан бір-бірлеріңмен келе жатасыңдар да. Ана Қарагөз хан емес пе? Қалай істепсің? Қанша бересіздер? Қанша бересіздер? Стамбулда бірінші рет көрдіңіз бұны. Қанша төлейсіздер? Я плохой актер. Ана Қарагөз хан. Давай. Біздің қазақ жігіттері Сізді көріп тұрмын да, танып тұрмын да, бір қарап тұрмын. Иә, барлығымыз Измирден қаладан келіп. Димашкин Гани. Тема, короче. Актерсың ғой. Короче, мына жақта Стамбулда мен тұрған өзім районым ғой енді. И барлығын бастап вот ертіп келе жатырмын, типа. Көрсетіп ше уже, блин, өзімде да, прикольно чувство, то что мен гид болып жүрмін аларға ше көрсетіп. Ну вот так вот. Пайдасы тиді, типа, хотя бір затқа болсын. Так, короче. Бүткіл қазақтар жоға жақта. Жүгір. Короче, үш қыз қыдыртып жүрмін. Сен атын кім еді? Жадыра. Ана. Кетіп қалған ба? Мына кіресің. Hadi abi köprünün altındayım ben. Жадыра. Диляра. Сенің атыңды ұмытқам. Жоқ, мен сенің атын білмеймін ғой даже. Менікі ба? Менің атым. Сенің атың кім? Білмеймін онда. Ема, ана витна өзімсің отыр. Блин, мен яқ сағынған ғой кәдімдей. Осы жақта жүретін отыратын жерім еді, мен прям. Біраз кеш болған кезде Халич прям жанған кезде айбай. Ең әдемі көпір болады, короче. Вот. Вот Бешикташ. Біз влогта боламыз ба, болмаймыз ба? Боласың, дос. Давай, біз бүгінгі влог, біз уже Бешикташтың стадионына келдік. Мына әлемдегі ең күшті стадиондардың бірі. И қазір бізде Димаш қойып жүрген 30 жылдық концерті.
Брат, сен бір шейк болған сияқтысың ше. Мақына қаршы, наншама адам ішінен бостанып кеткен соң. Давай, жүгірейге. Мынандай болады деп ойламаппын. Мынаны қарашы. Okay. Can I look your ticket? Ayqaylab жүргенсің ғой татовашы. Натуре Бешташтың стадионда жүрміз ба не? Натуре ма не? Если футбол көрге келсең, 200 қымбат болатын еді ғой, по идее, билет. Самый жайский билеттердің өзі 200 миллион. Бешташ. Мынау фанат ғой, короче. Ең бүйік квартал. Прикольно, мәсәң, анаяқты қарай. Жеге кәңі алдында күте отырайық, біздің таныс қыздар кіреді. Не голоспен айтты? Вот, қайрат бауырымен бүгін. Tamam. Прикинь, мен просто ойламадым, мынандай дәу деп ше, мына үшін ше. Аспанның үстіне қарасам, вот басын айналады прям. Газон құртылмасын деп шығар. Короче, білмеймін, мына концерт басталса қандай атмосфера болатын. Бля, сальто істеп үйренгенде ғой, сальто істеп жүретін, Күшті жерім футболға алайын. Мына кісілерден сұрайық. Короче, ең жоғарына шығарса келші, стадионның ше. Десятан все видахмаш. Пардон. Лавабонарды. Тамам. Алдышы туалетке кіріп алу керек, адам қаптайды неқта. Миллион адам болады шығар деп айтпай қойын, бірақ көп адам болады, сол кезде кіре алмай қаласың. Ну, короче, әлі не басталған жоқ, Димаш Құдайберген әлі келген жоқ, бірақ мына стадионның дәулігін өзі мені таңғалдырып отыр ғой, прикинь. Типа я не ожидал, что осыншалықты дәу болады деп ше. Прям керемет болып отыр мына жақ. Вот так вот. Прям дәу екен, ал енді мына жаққа полностью адам толады. Қаншама адам бар, соншама адам толады. Мынау Бешикташ, короче, Турциядағы, Стамбулдағы ең үлкен стадиондардың бірі. Вот так. Внимание, ауып кетіп жатыр жан жаққа қарап, короче. Вот так прям я рад, что келгенмен. На вайптың өзін көру деген нифиговый жесть. Смотрите, мына қарай менің билетім. Әдем болып отыр, оны, я? Елгілерің келетін беді тоже, сендердің де. Келетін бедіңдер. Вот, комментка жазыңдар. Мына видеоны нормально просмотр шығар ойдамын, қараңдаршы мынандай. Мынандай вид қараңдаршы, ё-моё. Вот, сөз жоқ басқа. Мындай тамақтар бар екен, короче. Бағалар удай қымбат қой. Мынандай суды 30 лира, 700 теңге деп тұр ғой где-то. Ден, кел. Қазақстан. Воу, мәссі. Су ішкісі алмай жатыр ма, не бәле? Ана тұрыстайса, ё-май, кім мұны? Кімнің балашы? Кімнің бөпеші? Бұл кім? Все, вот до конца көрінер енді. Қазір Димаш шыққан кезде қалай болатынын білмеймін, мәссі. Қарасай, біз тұрып тұрамыз мына жерде, да? Вот все равно викпелі отырады, тұрып тұрамыз. Но смотри, сколько это близко, смотри, прям мына жерде спать ететін вот Димаш прям мен алдымда. Понял? Вот так вот. Димаш Құдайберген папасы жүр, прикинь. Вау. Ну, білмеймін, фотоға түсіп алғансың ғой де. А душе, брат? Мына жаққа шығып кетуге болмай ма екен? Bu taraf VIP zonlar değil mi? Ya sen sağ içmesin. Sağ
Burası güzel. Tamam, acaba burası dolacak mı? Tamam. Tam dolup dolmayacağını emin değilim. Kişi sayısına bağlı. Tamam. Tamam, kolay gelsin. Tamam. Ya oturmaydı o. Selamun aleyküm. Дай bu otur. Selam söyleyin ya, ben video çekiyorum. Kazakistan'da ilk sorumda selamlar. Merhaba. Короче, Türkistan, Kazakları o. İyi o zaman. Tanıştığım memnun oldum arkadaşlar. Ben de. Ha, sen YouTube kanalın falan mı var? Evet. Valla gel abone olak sana. Abone olalım. Aç. Video. Это видео? Да, видео. Всем привет, мы толкаемся здесь. Вообще шаршап кетіп 3 сағат болды тұрып тұрмыз просто. 9-да басталды дейді, уже кешігіп жатыр, шығып жатқан жоқ. Примерно шыққаннан бір 15 минуттан уже қайтып кететін сияқты болды, Димашты көрдім деп. Ес қойды ма не айтқанды? Ес қойды ма не айтқанды? Қолымда ма тебя менің? Сэмпайды. Адам талып жатыр мына жақта. Ебай. Не болып кетті, е? Не болып кетті? Хабар версene You're so kind to feel like it's better if you disappeared. I can't say, but it's still the calling on. We are. Good evening, my dearest friends. I'm really happy right now to share this special day tonight with you in a city that is located in two parts of the world, at once Europe and Asia. İyi akşamlar. Şu anda burada İstanbul'da olduğum için gerçekten mutluyum.
Gonna take it away, but then if you really wanted to know the truth, I'm gonna take it away. It's so cool, don't you know what I'm gonna do? Show me what you got, baby. Say more good, it's a perfect everybody, she's so healthy. She wanna party. Show me your hands and then you make sure. Right, left, right, left. Ринат Карасин, Олжас Тұрманбек. Вот это атмосфера, вот это вайб. See you next time. In Europe. Thank you very much. I love you. Thank you. Вот, короче, бітті осындай. Біз еще білеміз ғой. Ұнады ма, қалай? Ұнады ма? Иә, Димаш деген натуре, Димаш деген мойындайым бар ғой бүгін. Еркекше. Ұнады ма? Yeah. Все. Yo, motherfucker. Yo. Ну, короче, типа, келген кезде ол андай болған ғой, білейін. Ну, барып көрейік, типа, оның өлеңдері билейтін өлең емес қой, деген сияқты ше. А вот тыңдап жатқан кезде мен прям жылағым келіп кетті, потому что дауыс деген, ё-моё, енді ана шынайы тыңдау вообще бөлек зат екен ғой. Короче, мына арт жағымдағы адамдарды көрдіңдер ма? Еба, миллион адам келді ғой деймін. Kadıköy'e gider direkt Kadıköy deniz yoluyla direkt Kadıköy. Biz Қызылбек өткенге бізге запрет қойып отыр ма деп шешіп. Kadıköy'e gider. Вот, короче, енді қайтып бара жатыр. Прям жаман шаршаптым. Осындай бүгінгі бір влог болды. Тіркеліңдер.